Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қазақ тілі каналына қолдау көрсетіп кетіңіздер. Міржақып Дулатұлы 1885 жылы 25 қарашада Торғай облысында дүниеге келген. 1935 жылы 5 қазанда өмірден озды. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері, либералды демократияшыл зиялылардың бірі. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Арғын тайпасының Мадияр руынан шыққан. Туған жері Торғай облысының Сарықопа өзенінің бірінші ауылы, қазіргі Қостанай облысының Жанкелді ауданына қарасты Қызбел ауылы. Әкесі Дулат, аймағына аты шыққан шебер кісі болған. Ер-тұрман жасап, етік, мәсі тіккен. Шешесі Дәмеш ойын тойдың базары, әнші кісі болған. Әкесі балаларын жастайынан оқуға береді. Алғашқыда бала Міржақып ауыл молдасынан оқып хат таниды. Молдадан 2 жыл оқығаннан кейін 1897 жылы 1902 жылдары ауыл мектебінде орысша оқытатын Мұқан мұғалімнен дәріс алады. Бұл мектеп Міржақыптың білімін толықтырумен қатар азамат ретінде қалыптасуына да аса зор ықпал жасайды. Мұқан мұғалім ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің іргетасын қалаған. Оқу орнының дәлірек айтқанда Торғай қаласындағы уездік орыс қазақ мектебінің түлегі болатын. Өз шәкірттеріне де ол осы рухта тәлім-тәрбие терең білім береді. Міржақып анасынан 2 жасында, әкесінен 12 жасында айырылып, ағасы Асқардың қолында тәрбиеленеді. Асқар әкесі Дулаттың Міржақыптың оқып білімді азамат болып өсуін армандаған тілегіне сай, інісінің оқуын әрі жалғап, білім алуына ерекше көңіл бөледі. Ауылда туып, ауылда өскен, ауылда оқып, ауылда қызмет етіп, ауыл мұғалімі атанған зерделі жас ауыл тұрғындарының ауыр тұрмысын, теңдігі жоқ аянышты халін көріп, көңілі түршігіп, тебірене толқиды. Бұл кезең патша өкіметінің отаршылдықты қазақ даласында күрт күшейтіп, қалың елге тізесін қатты батырып тұрған шағы болатын. Бұл жағдай сол кездегі қазақтың көзі ашық, оқыған, зиялы азаматтарына қозғау салды. Наразылық туды. Күресудің жолдары қарастырылып жатты. Оның негізгі жолы ретінде оқуға, білім алуға ұмтылыс күшейді. Бірте-бірте халық саяси құбылысқа айналып, ел ішінде отаршыл саясатқа қарсы ұлт азаттық идеялары туындады. Патшалық Ресейде бірінші буржуазиялық демократиялық дүмпудің қарсаңында болатын. Езілген еліне ес болуға жоғын жоқтап, мұңын мұқтауға серт байлайды. Халық ісіне бар болмысымен бүтіндей беріліп, қалғанша жарты жаңқам мен сенікі, пайдалан шаруаңа жараса алаш деп, бар даусымен жар салады. Өз бетінше талпынып, білім жинап, орыс тілін жетік меңгерген Міржақып, орыстың озық ойлы азаматтарының еңбектерімен танысуы арқасында замана тозаңын суырып, дүниені дүр сілкіндірер дауылды күндердің тақап келе жатқанын өзгелерден бұрын сезеді. Міне осындай күрделі кезеңде 1904 жылы Міржақып Омбы қаласына келеді. Осында ұлт зиялыларының ұстазы Ахмет Байтұрсынұлымен кездеседі. Бұдан кейінгі уақытта бірі ұстаз, бірі ізбасары ретінде жұптарын жазбайды. 1905 жылы Міржақып Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Қарқаралыдағы саяси бұқаралық жұмыстарға қатысады. 1905 жылы патша өкіметіне қазақ халқының атынан петиция жазушылардың қатарына болады. Кең даласында алаңсыз өмір сүріп, мал бағып жатқан бейқам халқын көзіңді аш, оян қазақ, көтері басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты деп,
жырымен жұлқылап оятып оларды білімге, ел үшін пайдалы іс-әрекетке шақырады. Бүкіл халықтың еркіндікке жетуінің басты шарты түнек болып торланған қараңғылық ұйқысынан ояну, дүр сілкініп надандықтан арылу деп білген. Ол оян қазақ деп ұрандаудан танған жоқ. Сондықтан да оның үні қалың ұйқыдағы қазағын құлағының түбінен маса болып маза бермей, ызыңдап оятуды мұрат тұтқан, өзінен 12 жас үлкен рухани ағасы Ахмет Байтұрсынұлының үнімен қатар естіліп, қазақ даласын қатар шарлады. Сол егіз үн тарих мінбесінен қатар көрінген екі алыптың қашан соңғы демдері таусылғанша тағдыр талқысымен екеуі екі жақта жүрсе де, қуғынға түсіп қамауға алынса да, үзілмей қатар естіліп тұрды. Ол екеуі екі атадан туса да бір туған бауыр еді. Екі баспен ойласа да қорытар ойы бір еді. Екі ауызбен сөйлесе де шығар сөзі бір еді. Өйткені оларды туыстырған халқының мүддесі, ойландырған халқының қамы, сөйлеткен халқының мұңы, зары болатын. Сондықтан да халқы оларды жанашыр, жақыным деп білді. Олардың жұбын жазбай, ахаң, жахаң деп бірге атады. Пенделік бар қазақтан бастап, халықтың бақыты үшін күрескен есіл ерлерді өз халқының жауы атандырып, кешегі күні қызылдың қызыл көз жендеттері екеуін еріксіз айырып, екі жерде атып өлтіріп, атын өшіреміз дегенде де, халық олардың асыл есімдерін есінен шығарған жоқ. Аялап жүрегінде сақтады, ардақ тұтты. 1906 жылы Петербургке барып қайтады. Бұл сапарынан ол саяси күрескер ғана емес, шабытты ақын болып оралады. 1907 жылы Петербургте шыққан Серке газетіне жастарға деген өлеңін бүркеншік атпен біздің мақсатымыз деген мақала жариялайды. Мақалада Міржақып қазақ халқының басындағы қиын жағдайдың анық себептерін саралап отарлық саясатты әшкерелейді. Патша өкіметі мақала авторын тұтқындамақ болғанымен бүркеншік аттың иесін таба алмайды. 1909 жылы Петербургте Міржақып Дулатұлының Оян қазақ атты өлеңдер жинағы жарық көреді. Жарияланымдарының арқасында ол жандар мериялық полицияның бақылауына және патша күзетінің назарына түседі. Қара тізімге енгеннен кейін ол қалада ұзақ уақыт жұмысқа тұра алмайды. 1911 жылы ол Семей қаласында жұмбақ өлеңі үшін қамауға алынды. Осы шығармасында ол Николай II мемлекеттік думаны таратқаны үшін аллегориялық түрде мазақ етті деп 2 жылға бас бостандығынан айырады. Бірақ кейінірек жаза 2000 рубль айыппұлмен ауыстырылады. 1913 жылы Ахмет Байтұрсынұлымен бірге қазақ газетін шығарып, басылымның бұдан кейінгі жұмысына белсене араласады. 1920 жылы Ташкентке келіп, сондағы Ақ жол газетінде қызмет атқарады. 1922 жылы жазықсыз қамауға алынады. Түрмеден шыққан соң 22-26 жылы Орынбордағы ағарту институтында оқытушы болады. 1928 жылдың аяғында бір топ қазақ зиялыларымен бірге қамауға алынады да 10 жылға сотталып, 35 жылы тұтқында қайтыс болады.